Асяка, қонақ келді. Сәлем берді, көңілді. Қонақ келді. Бұл кісі осы біздің үйдің перделерін тігіп жүрген әпке Нұрша. Керемет шебер. Жаңа перде, жаңа келін, жаңа пәтер. Матаны қайдан аласың? Мындай шағында күшті мата. Анадан Турциядан Анандай үйге жылулық сыйлайтын болады ғой. Мамық сондай сияқты. Көп рахмет. Нұршаттың командасы Шымкенттен ұшып келіп, дизайнерлермен бірге осы үйге келіп, өздері замер алып, өздері онлайн маған ұсынып, перде дайын болғанда келдім. Сіздер де тапсырыс берсеңіздер болады. Алматы қаласында және Шымкент қаласында. Я Шәрипа Мейра, Жанболатымның апаларысың ғой, тілекшісін ғой. Сен екеуіңді бәріңді бірдей көрем ақтай. Аман болыңдар. Сосын енді ауылдан жаңағы көрімдікке ақша келмедім ғой. Сол сендер сұрамадыңдар. Соны алып қойып отырдым. Рахмет. Көрімдігімді, келінімді көрімдігі. Рахмет. Келінімді көрімдігі. Рахмет. Яғни бақытты болыңдар. Бақытты болыңдар ақтай. Бақытты болыңдар. Жастар бақытты болсын, балалар бақытты болсын. Жанболатымның тілекшісіндер ғой. Жанболатымның, Жазирамның, Қазыбек арада келінімнің тілекшісіндер. Мен аяқта отырып тілеймін. Сендер мында оттың басында отырып тілейсіңдер. Нанды бірге жеп, бірге бөліп отырсыңдар. Ағзияммен бәрі бірдейсіңдер, бәрі бірдейсіңдер. Рахмет. Жастар бақытты болсын. Тараздан сәлем. Демалдыңыздар ма? Айтпақшы, келдіңіздер. Иә, кеше тойдан кейін екі ұзату тойда болып, шаршап келе жатырмыз ғой. Ұзату той ылғи 12-1-лерде бітеді. Содан туфлиміз қолымызға алып, сумкамызға алып, келіп үйдің есігін қағып жатсақ, үйдің есігін Асека ашып тұр. Екеуміз ұмытып кеткенбіз ғой бейт. Басқа квартира. 3 секунд. Басқа біреудің екі. Қалай бұл деп қоямыз, келінді бағамыз ұмытып кетіппіз. Сен күліп алып. Күшті. Нап күлмейсің? Кеше Әділет керемет ән айтып біздің тойды жандырды. Соның орнына маған қыз тауып бересіз. Сіз тапқан қызға Маған қыз үйленемін тауып дейді. бересіз. Мен тапқан қызға үйленейін деп жатсың ба? Бәрі жасақ қызық емес. Өзінен 10 жас тауып береді екен. 10 жас үлкен ба? Бола береді. Ит той жасап. Жағдай жақсы ма? Деп қоясың ба? Сен той жасап берейік, иә? Бол. Сіздер тойларыңыздар күшті болады ғой. Той ұнады ма саған? Өте ғой, өте. Бәрі четкий. Тамадалар супер. 750 адамды басқару оңай емес қой, а? Қайта қайрат. Бәрін күлдіріп, күліп отырғызып, аузына қаратып. Еңбегі сіңген, қанша кісілерді таниды, араласады, сыйласатын болғаннан кейін сондай ортаны ұстап тұру, 700 адам, одан да көп адам болды ғой, сыртта жүрген қаншадан. 300 адам деген. Ұстап тұру деген. 2,5-ға дейін тем более. Қайрат Әділгерейге рахмет айтамын. Мен шақыратын едім өз Красавчик, аман жүріңіз. Нұрба, тоже красавчик. Уянып кетті. Не деген гүл мынау? Құдай. Ал керек болса алмас. Сенің гүлің бе? Аха, мынау біздің үлкен күйеу баламыз. Бақытты болыңыздар енді. Мына гүлді қарасайшы. Керемет. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Астананың жігіттері мықты екен енді. Міне осындай гүлмен қарсы алып жатыр. Алла разы болсын. Ала ғой. Анерге қазір қыздар қалып қояды. 9 наурыз анам міне Аллаға шүкір 78-ге толып жатыр. Осы туған күнді жолда жүргендіктен енем бар, екінші анам, өзімнің мамам бар. Осы кісілерменен екі қос ананың арасында отырып бүгін бір шай ішеміз деген ниетпен отырмыз. Енем, мамам, екінші мамам әнші. Күні кеше ғана Ташкенттен жаңағы өзінің әжелер ансамблі бар, группалар, сонымен барып үлкен байқаудан гран-при алып келіп осы жерде жұлдыз болып жатыр, жұлдыз болып отыр. Фондта жуып жатырмыз. Шама келсе аналарменен өте жиі уақыт өткізу керек. Енді екі қалада тұрғандықтан
көп қастарында бола алмаймын, жұмыстың да реті қай кезде қалай болады. Сондықтан қалт етсе болды, қастарынан табылып бір шәугім шай ішуге тырысам. Үлкен рахмет жаным. Ерлашкаға бір қазы беріп жіберейін деп едім. Айтам, мама, контрабандамен 7 қазы өткіздім өткенде ғана. Пожалуйста, бермей қойыңызшы деймін да. Бүкіл қазыны мен асып та бердім, қуырып та бердім, пісіріп, кәдімгі турап морозильникке салып кеткем. Сыртта көп жүргенде сағынып жейді, күнде жемейді олар. Ана қазыға деген, етке деген жылқының отношениен көрсең о жақтан қазақтардың енді. Қаз апармаймыз. Жақсы жарайды. Бүгін просто шақырт деп ойлайсыздар ма? Мен сіздермен тренд түсіріп алайын деп шақырдым. Жақсы, давай. Инешка в тренде всегда. Бәрін бақылап отырады, бәрін қарап отырады. Катя, тренд деген не білесіз ба? А? Білмедім. Тренд деген, короче, сок ішесіз, соктың артынан май жейсіз, майдың артынан шай ішесіз, сосын кола ішесіз. Басын қатырмашы деп айтпайды па? Тоқетерін айтшы. Тоқетерка, сальто, мостик, шпагат жасайсыздар. Аяғым келмейді ғой, әйтпесе бәрін келтіріп жібердім. Мама, сіз мен ең алғаш көрген кезде сізде қандай ой болды? Қуаныштан жарылып кете жаздадым. Себебі мен Айгүлді бұрыннан білемін. Жаңғыз мен емес, бүкіл құрбы құрдастарым барлығы жақсы біледі, Айгүлді мақтайды. Алтындай ерланыма, алтындай Айгүлдей әйел алғанына сондай қуаныштымын. Ең бірінші естігенде мен туған күнімде отырғанбыз жолдастарымызбенен. Сол кезде естіп, енді қуанышымда шек болған жоқ. Сізге қай қасиетім ұқсайды деп ойлайсыз? Келін қайнененің топырағынан дейді ғой. Мен ең бірінші өзімнің Айгүлдің бойынан сезгенім жаңағы адал, ақ көңіл, сондай арамдығы жоқ. Соны ғана мен сездім сенің бойыңнан. Өзіңіз сондайсыз. Қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Аман есенсіздер ме? Мен жолға шықтым. Қазір атырау 3 сағат дегенің ыстық болмай қалды.